Ал Ақтаудағы екінші күнім осылай әдемі таңмен басталды. Таңертеңгісін сөмкемді салып алып, ішіне купальнигімді алып, осылай теңізге шықтық. Теңізге шығып, мына яхтаға отырдық. Яхта компаниямен 1 сағат 40 мың, бірақ біз үйтіп сөйлесіп 35 мыңға сындырып алдық. Негізі жарты сағат дегенбіз, бірақ жарты сағат деген тез өтіп кетті ғой. Мә, қуанышта шек жоқ. Ал күйеуім болса осылай ұйықтады, өйткені оның ана шайқалғаннан жүрегі айнып, адам бола алмай қалды ғой. Сонымен не керек, бір жерге тоқтап, беті қолымызды жуып, кішкене тұзды судың дәмін татып көрдік. Сөйтіп әдемі фотосессияда болды. Анауыр жасыл пуфиктің үстіне біреуміз, біресе анауымыз отыр, біресе мынауымыз отыр, бір-бірімізді фотоға түсіп, сонымен не керек, такси шақырдық. Такси шақыртып, Трифлайф атты әйгілі Ақтаудың аквапаркіне келдік. Ақтаудың аквапаркының бір ерекшелігі, аквапарк ар жағы теңіз екен. Керемет. Такси 4000 теңгеге шақырдық. Ана алыста екен, 25 шақырым жерде екен. 4000 теңге таксимен келіп, Трифлайфқа келіп, керемет демалыс болды. Ерекше ұнаған мына теңіз жағасы. Теңіз деген керемет, енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Толқындар, асау толқын, ойпырмой, былай да былай сабалады ғой. Суға түсетін жері қандай құмақ, айналасы, пляж күшті енді. Суретке түстік, видеоға түстік, тикток түсірдік, рилс түсірдік. Мынау күйеуімді қасыма отырғызып қойып, жұрт деген былай түсіп жатыр, аяқтарымызды созып түсейікші, мына толқын келеді деп сөйтіп түсіргенмін. Одан мынадай видео түсіріп алдым, оны да монтаждап инстаграмға салып қойдым айтпақшы. Сонымен 4 бар барған болатын, біз 4 барды сөйтіп отырып түстік, жатып түстік, ақырая қолымызды былғап теңіздің жағасында осылай фотоға түстік. Сонымен не керек, теңізбен қоштаса алмай, ерекше шабытпен әлі жүрміз. 4 қыз іздемізді былай соғып, тағы да рилс түсірдік. Сөйтіп Ақтаудың әдемі көшесімен тағы да 4000 теңгеге такси шақырып алып, үйге қайттық. То есть үйге емес, отельге қайттық. Отельге кіріп, жуынып шықтық та, достарды күтіп алып, Айтан деген кафеге бардық. Рестобар дейді, енді біздің тілімізше кафе, бірақ рестобар әдемі, но тамақтары енді шикардос. Тамақтарын айта алмаймын. Мынау шашлыктардың ішінде ерекшелігі бұлардың өркеш болады екен. Өркешпен майын ағызып тұрып шашлығын жедік, анау картошкасын жедік, балықтары ерекше. Сөйтіп отельге қайттық. Қайтадан отельге келгеннен кейін күйеуім осындай сюрприз жасап қойыпты ғой. Есікті қағады, өзі душқа кіріп кетті. Есікті ашып қалсам, ар жағында осындай коктейль әкеліп тұр ғой кафенің қыздары. Осы отельдің кафесі бар, соның қыздары. Сол мұздай коктейльді ішіп алып, әдемі көңіл күймен екінші күнді де аяқтадық.